Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай томпақ, үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Енді бауырсақты қандай рецептпен жасамасаңыз да, сіз барлық қыр-сырын білетін боласыз. Осы видеода өте керемет шығу құпияларымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Міндетті түрде сүт пен су жылы болуы қажет, және барлық қолданылатын заттар бөлме температурасында болуы қажет. Енді үстінен 3 ас қасық шекерімізді қосамыз. Үстінен 1 шай қасық толтырып, құрғақ балғын ашытқымызды қосамыз. Ашытқының сақтау мерзіміне мән беріңіздер. Міндетті түрде сақтау мерзімі өтпеген болу қажет. Енді апарамыздың бетін жауып, 10-15 минутқа көтеріліп шыққанша күтеміз. Егер сізде уақыт тығыз болса, осылай аппарат жасап жатудан қажет жоқ. Бірден қалған заттарды салып, қамырыңызды елей берсеңіздер болады. Апарамыз осылай әдемі болып көтеріліп шығу қажет. Енді шамалғаны араластырып жіберіп, үстінен жылы сүтімізді және бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды қосамыз. Осы жерде қалауыңызша басқа да қоспаларды қоссаңыздар болады. Мен ерітілген сары май қостым. Қалауыңызша қаймақпен, майонезбен қосып жасай берсеңіздер болады. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді кезекте ұнымызды қосамыз. Ұнды аз-аздан қоса отырып араластырып алыңыздар. Ұн міндетті түрде алдын ала електен өткізілген болуы қажет. Ұнды електен өткізіп қосатын болсаңыз, арасына ауа кіріп, кереметтей болып көтеріліп шығады. Және де міндетті түрде ұнды қосқан кезде осылай аз-аздан 2-3-ке бөле отырып қосыңыздар. Мен бұл жерде высший сорт, яғни жоғары сортты ұнды қолдандым. Егер жоғары сортты ұн болмаса, бірінші сорт ұнды қолдансаңыздар да болады. Ұнның нақты мөлшері жазылмайды, себебі ұнның сіздерге қажетті, шамамен қажетті болады деген көлемде жазамыз. Одан артық немесе кем болуы мүмкін. Ұнның тығыздығына және де сіздегі жұмыртқаның көлеміне байланысты шамалы ұнның көлемі өзгеруі мүмкін. Жалпы алғанда бауырсақты қатып қалған қағидамен илеу керек деген нәрсе жоқ. Қалауыңызша барлық көлемдерді өзгертіп қоса берсеңіздер болады. Ең бастысы осы қамырды илеген кезде жұмсақ қып илеп шықсаңыздар болғаны. Сонымен қатар ең басында балғын дрож қолдансаңыздар, сары майыңызды немесе қаймағыңызды немесе майонезіңізді болсын қосып, одан кейінгі жаңағы дәмін көрсеңіздер болады. Дәмін көрген кезде сіздерге тұзы, шекері көңіліңізден шықпаса, онда қалауыңызша өзіңіз қосып жасай берсеңіздер болады. Қатып қалған қағида жоқ. Ең бастысы ашытқының пропорциясын шамамен білсеңіздер болғаны, және қалған заттарды сұйықтық массаңыздың дәмін татып, одан кейін ұныңызды қосып, жұмсақ қамыр қылып илеп жасай беретін боласыздар. Енді қамырымызды столдың үстіне түсіріп, шамалы қолдың көмегімен кішкене ғана ұн сеуіп отырып елеп жібереміз. Міндетті түрде қатты болып кетпесін, қамыр қолға жабысыңқырайтын, бірақ жұмыс істеуге ыңғайлы, жұп-жұмсақ қамыр болып шығуы қажет. Қамырымызды қайтадан ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 1-1,5 сағатқа көтеріліп шыққанша жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат уақыт өтті, қамырымыз осындай болып кереметтей болып көтеріліп шықты. Егер 1 сағаттан артық ұстайтын болсаңыз, бұдан да қаттырақ көтерілетін болады. Қамырымыз столға жабысып қалмас үшін шамалы ғана ұнды себіңкіреп, қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Әзірге бір бөлігін ыдысымызға салып, беті қайысып қалмас үшін бетін жауып қоямыз. Екінші қамырымызды орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырға ұнымызды аз-аздан себіңкіреп отырып, орташа қалыңдықта шамамен 7-8 мм шамасында етіп жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен осындай видеодағыдай болуы қажет. Енді осы қамырымызды пышақтың көмегімен ромбик етіп кесіп аламыз, немесе арнайы осындай формочканың көмегімен, я болмаса үйдегі кәдімгі стаканның көмегімен дөңгелек етіп осылай кесіп алсаңыздар болады. Артық қалған қамырларымызды алып, зуалай етіп жасап қоямыз, кейіннен тағы жайып, осылай кесіп алатын боламыз. Енді кесіп алған қамырларымызды осылай құрғақ тақтайдың үстіне немесе сүлгінің үстіне қойып, бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Әзірге екінші қамырымызды жайып аламыз. Екінші зуаламызды да дәл бірінші зуаладағыдай етіп жайып, кесіп аламыз. Одан кейін оны да артық қамырларын алып тастап, кейіннен жайған алдыңғы қамырға қосып жібереміз. Кесіп алған қамырларымызды мата сүлгінің үстіне орналастырып, немесе мата дастарханға қойып, осылай бетін жауып, көтерілгенше бір шамамен 15-20 минуттай күтсеңіздер болады. Екінші қамырымызды жайып, дайындап болғанша біздің алғашқы қамырларымыз бір шама осылай көтерілді. Енді қызып тұрған майға бауырсақтарымызды тастап, екі бетінен қызартып қуырып аламыз. Осы жерде ең маңызды нәрсе, бауырсақты тастағаннан кейін бірден осылай айналдырып отырып пісіріңіздер. Сол кезде біркелкі әдемі болып пісетін болады. Оттың асты қатты болмау керек. Тым қатты болса да бауырсақтарыңыз тез күйіп, ортасы піспей қалады. Сол себепті орташа сәл ғана төмен отта осылай қызартып пісіріп алыңыздар.
қалған бауырсақтарымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын, үрленіп, кереметтей жұмсақ болып пісіп шығады. Қандай рецептпен жасамасаңыздар да, осы қағидаларды ұстанатын болсаңыздар, сіздерде де дәл осындай топ-томалақ, топ-томпақ дәмді бауырсақтар шығатын болады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар, және де жақындарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Видеоға байланысты немесе бауырсаққа байланысты қандай да бір сұрағыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырып жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.